Осы залда үкімет мүшелері отыр ғой. Прокуратура өкілдері бар. Әрине мына үкіметтің халыққа жанашырлықпен несие алма деп ақыл айтып жатқаны дұрыс қой. Жөн енді. Бірақ аш адамға ақыл қонбайды. Мына қымбатшылық кеңірдектен қысқан кезде ол адамға ақыл жүре ме екен? Сондықтан мен мынау халықтың қарызын іздеу мәселесінен екі мәселені қозғағым келеді. Біріншіден прокуратура, сіздер ескі Қазақстанның халық алдында қарызын неге іздемейсіздер? Сауықтырамыз деп ұлттық қордан банкілерге берілген триллиондаған теңге қарызды қайтаруға неге талап етпейсіздер? Сауықтырамыз деп аударылды ғой, ақша жіберілді. Сіздер халықтың қарызын емес, бірнеше банкті біріктіріп, қыруар сауықтыру қаржысын бір банкке жинастырып, оның барлығын сыпырып сиырып алып кеткен Назарбаевтық олигархтарға тиесілі банкілердің халыққа берешек қарызын неге іздемейсіздер? Егер сол триллиондар қайтарылатын болса, халықтың қазіргі кредиттік қарызын 10 есе, 20 есе жауып тастауға болар еді. Енді осы жерде сұрақ, біріншіден біз активтерді елге қайтарамыз деп заң қабылдадық қой. Сол заңның орындалып жатқаны қайда? Мынау уәкілетті орган құру жөнінде өткенде хабар болды. Бірақ ол хабар мардымсыз. Президенттің тапсырмасымен сол активтерді қайтару комитетіне 130 адам штат болады деп еді. Болатыны қазір 30-40 адам деп кені тұр. Бұл Постыңыз депутат Бапиров. Нақты комитетте қанша адам бар екенін айтсаңыздар. Оңген үкіметке мынау комиссия, қайтару комиссиясын құрдыңыздар. Сол комиссияның құрамында азаматтық қоғамнан кімдер бар? Комиссияның жұмысына халық сену үшін азаматтық қоғамның өкілдері болу керек қой. Соның кімдер бар екенін нақты атаңыз. Рахмет. Өмірәлиев Жандос Жанибекұлы. Ал құрметті Ермұрат Сейітқазыұлы, сіздің көтеріп отырған мәселеңіз бойынша біз ақпараттарды беріп отырмыз. Өзіңіз білесіз ғой, бұл жақында ғана осы 5 қазанда құрылды комитет, мемлекет басшысының жарлығымен. Комитеттің штаты да құрылды. Барлық нормативтік актілердің барлығы бар. Осы жылдың аралығында біздер 9 миллиардтан астам қаражат бар. Соның барлығын мемлекеттің пайдасына қайтардық. Оны сіздерге мәлімет ретінде берген болатынбыз. 600 миллиондай доллар ол тек қана мемлекетке сырттан оралды. Әлде бұл жұмыс ауқымды жүргізіліп жатыр. Оның ішінде әсіресе көптеген жерлер қайтарылды. Банк саласына келетін болсақ та, бұл жерде әрине мысалы қазір ол мәселеге тоқтайтын болам. Бірақ комиссияның нақты реестр бойынша және оның құрамы бойынша сіздер білесіздер, оның ішіне депутат өкілдері, парламент депутаттарының өкілдері кірді және қоғамдық осындай белсенді азаматтар кірді. Оның аты жөнін мен сізге жеке беретін болам. Ал оның реестріне қатысты бірлесе отырып шешім қабылданды. Оның ішінде біздің осы құқықтық, инвесторлық және басқа да осы әлеуметтік мәселелерді ескере отырып, нақты қандай реестрге тұлғалардың кірілгендігі туралы бұл мәселе расымен де әлі жабық. Бірақ ол жұмыс жүргізіліп жатыр. Оны жария ету, осы жұмыстың комиссияның осы нақты кірген реестрге кірген тұлғаларға қатысты шешімге байланысты ол жария етілетін болады, егер заңсыздық анықталған болса. Егер де ол жерде ешқандай да бір кез келген, мысалы, инвестор бірінші кезекте өзінің құқығын қорғау керек қой. Біз де ол инвестордың құқығын қорғауымыз керек. Сол себепті тек кемшіліктер, заңсыздықтар анықталған жағдайда ғана ол ресми түрде жария етілетін болады. Жалпы жұмыс өте ауқымды жүргізіліп жатыр, расымен де. Бірақ бүгінгі мынау регламентті мен уақытын ескере отырып, сізбен жеке кездесіп, оны толық хабар беруге дайынмын.